Жауынгер Тэчойон сериалын көрген боларсыз. Осы сериалда арқау болатын жаңадан құрылған Пархе немесе Бохай елі өзінің алдында құлаған Когурё елінің мұрагері ретінде көрсетеді. Ал шын мәнінде тарихта Бохай патшалығы болды ма? Оның негізін қалаушы кім? Оның территориясы қай жерге дейін созылып жатты? Егер сізге бұл қызық болса, онда әрі қарай жалғастырыңыз. Жумон хан негізін қалаған Когурё елінің күні келмеске кеткенін түсінген азғантай билік өкілдері енді қалайда халықты сақтап қалуды, қытайлардың ықпалынан құтылуды ойластырады. Әмірші Куангетот кезінен бері жақын одақтасы болып келген Силла елі де Когурёдан бас тартты. Енді оңтүстікте жатқан Силла бұрынғы Куангетот тұсындағы әлсіз ел емес. Ким Юшин қолбасшының және сарай билігінің мықты ұйымдасуымен олар тіпті бір кездері өздеріне күш көрсетіп келген Пекче елінде тас талқан етіп жерін басып алады. Енді ежелден қамқоршысы болып келе жатқан Когурёға көз аларта бастайды. Әрине бұл Корей түбегіндегі үш мемлекеттің ішкі мәселесі ғана емес. Себебі олардың мемлекеттік істеріне алып Тан империясы, яғни Қытайлар үнемі араласып отырды. Когурёның Енге Сомон және Ян Манчжон сияқты айбынды қолбасшылардың кезінде олар батырып ештеңе істей алмады. Тан елі енді бұл қолбасшылардың көзі кетісімен Когурё еліне, яғни Корей патшалықтарына қайтадан шабуылды бастайды. Бұл кездері Когурёның өз ішінде сарай уәзірлері мен әскерилер арасында талас болып жатқан еді. Әскерилердің Тан елі ешқашан Когурёмен бейбіт келісімге келмейтінін айтса да, уәзірлер өз бастарының тыныштығын ойлап Тан елімен жақын байланыс орнатуды көздейді. Алайда осындай жағдайлардан кейін Тан елі Силламен бірігіп Когурёны талқандайды. Когурёның соңғы билеушісі Тан сарайына жіберіледі. Осылайша бір мемлекет жойылғанымен оның ізбасарлары мемлекетті сақтап қалу ол халықтың амандығы екендігін түсініп, солтүстік шығысқа қарай шегіне отырып жергілікті жағдайларды шебер пайдаланған жауынгерлік жасақтар Тан әскеріне тыныштық бермейді. Былайша айтқанда партизандық күрес әдісі. Олардың жаңадан жаулап алған жерді басқаруға қойған уәзірліктерін үнемі шабуылдап, өз қатарларын көбейте береді. Осы соғыстарда Когурёның бұрынғы қолбасшысының ұлы Тэчойон көзге түседі. Оның бастауымен аман қалған халықтың бір бөлігі мен солтүстікте өмір сүріп, салт дәстүрлері де аздаған айырмашылықтар бар Мохе қидандардың бір бөлігі ежелгі Окчо жері енетін үлкен аумақта шамамен 698 жылы Бохай патшалығының негізі қаланады. Бұл бүгінгі Манчжурия жері болатын. Бохай немесе Пархе елі 698-926 жылдар аралығында өмір сүрді. Оның территориясы бұрынғы Когурёның жерінде орналасты және әрі қарай солтүстік шығысқа дейін созылып жатты. Бохай патшалығы алғашқы уақытта Тан елі жағынан мойындалмады, бірақ ол тәуелсіз саясат жүргізді. Тіпті Қытайлар елі Бохай сарайына өз ықпалын жүргізе алмайды. Олар тәуелсіз саясат жүргізе отырып, түрік қағанаты, Жапония, Силла және Тан елдерімен дипломатиялық байланыс орнатады. Тек 714 жылы ғана Тан елімен арада бейбіт келісім жасалып, Бохай билеушісіне ұлы князь деген атақ береді. Бохай елін әскери күшпен жаулап ала алмасын білген Қытайлар олардың ішкі істеріне араласа алмады. Тіпті Қытайлардың әскери көмек сұрауына да Бохай патшалары бас тартып отырады. Бохай елі мен Тан империясы арасында да соғыстар одан әрі жалғаса берді. Алайда Тан енді бұл елді ешқашан жаулап ала алмады. 907 жылы Тан империясы құлап, орнына Ляо патшалығы, яғни көшпелі қидандар елінің билігі орнады. Ляо аз уақыттың ішінде үлкен империяға айналып, солтүстік Қытай, Монғолия жерін өзіне бағындырып, 926 жылы өзара таққа талас басталған Бохай елін бағындырады. Алайда аздаған халықтың бір бөлігі қидандар билігіне наразы болып, кейінгі Бохай мемлекетінің негізін қалайды. Кейіннен бұл халық Корё елінің құрамына қосылған болатын. Өздеріңіз ойлап қараңыздаршы. Мысалы, Когурёның диктатор деп айтады Енге Сомонды. Одан кейін Ян Манчжон қолбасшыларының тұсында расында да Қытайлар Когурё елін жаулап ала алған жоқ. Әрине Енге Сомон өзі диктатор ретінде қалаған патшаны билікке әкелді деген сияқты, және сарайдағы билік ықпалды болды. Бірақ біз мынаны айтуымыз керек, дәл сол Енге Сомонның тұсында, және Ян Манчжондардың тұсында Тан империясы тікелей Когурёға басып кіргенмен, тіпті басып кіргеннің өзінде Корей Тан соғыстарында, Когурё Тан соғысында, яғни Когурёны жаулап ала алмады. Бірнеше рет шайқас болғанымен жаулап ала алмады. Әрине, бірақ бұл Когурёны әлсіретті, бірақ жаулап ала алмады. Енге Сомонның көзі тірі кезінде
Когурьоның Тан империясы, яғни Қытайлар тізе бүктіре алмады. Кейіннен Еңгіз Сомонның көзі кеткеннен кейін Когурьо мемлекеті жойылды, яғни құлады. Оның соңғы патшасы Тан империясына жіберілді. Былайша айтқанда саяси тұтқын дейміз бе, әлде бодан елдің патшасы ретінде Тан империясына жіберіледі. Ол кинода да көрсетіледі, тарихта да солай. Ал Течойон бастаған мысалы жасақтар солтүстікке қарай, шығысқа қарай шегіне отырып, партизандық күрес жүргізу нәтижесінде осы мемлекеттің негізін қалайды. Бірақ Мохи тайпасының көмегі көп тиеді бұған. Тек когурьолықтар ғана емес, Мохи тайпасы, сол солтүстік шығыста аймақтарда өмір сүретін Мохи тайпасының көмегімен Бохай патшалығының негізі қаланған болатын. Қалай дегенмен де осы Течойон негізін қалаған Бохай патшалығы енді қаншама ғасырлар бойы өмір сүріп, кейіннен сол кинода да айтылады ғой, қидандардың мемлекеті. Солар ақыры қидандар алысып жүріп, Қытайлармен алысып жүріп, Ляо империясының негізін қалап, кейіннен осы Ляо империясы күшейіп, кейіннен осы Течойон негізін қалаған Бохай елінде басып алған болатын. Осылайша Течойон негізін қалаған мемлекетте жойылады. Оның бір бөлігі кейіннен Корьо, яғни кейіннен Кореяның негізі болған осы Корьо дейтін мемлекеттің құрамына қосылады. Бұның жалғасы ретінде Бохай патшалығының ыдырап, оның тозғындап кеткен халқының бір бөлігі Корьоға қосылу тарихы көбінесе Қайсар ханша дейтін сериалда да айтылады, бас жағында ғана.